Мұғалімі Күлекешова Сәуле Қожагелдиевна боламын. Балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда өтіп жатырған болашаққа саяхат бөлімі бойынша шылау тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Дескрипторымыз мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтаймын және шылау туралы түсінік аламын. Балалар, шылау дегеніміз не? Шылау дегеніміз өз алдына толық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді байланыстыратын, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын сөздер шылау дейді екенбіз. Шылауға мына сөздерді жатқызуға болады. Шылаулар жеке тұрғанда мағынасы жоқ сияқты болғанымен, олар өзі тіркескен сөзге әртүрлі қосымша мағына береді екен. Мысалы, үшін шылауы сөзге мақсаттық мағына үстейді екен. Көз көру үшін, құлақ есту үшін, тіл сөйлеу үшін керек. Бұл жерде үшін шылауы өзі тіркескен сөздерден үнемі бөлек жазылады екен. Ал келесі шылауымыз ақ, ау шылаулар. Бұлар өзі тіркескен сөзден депис арқылы ажыратылып тұрады. Мысалы, менің білетінім осы ақ, туған жер, сен бәрінен де ыстықсың-ау. Міне бұл жерде осы депис арқылы ажыратылып белгілі болып тұр. Осыны есте сақтаймыз балалар. Келесі шылауымызға өтеміз. Мен, бен, пен тұлғаларының шылау немесе қосымша екенін ажырату үшін және сөзмен ауыстырып қараймыз. Егер ауыстырғанда сөйлем мағынасы өзгермесе, онда олар шылау болған. Мысалы, үйрек пен аққу жүзіп жүр. Арман мен Гүлсім бір сыныпта оқиды. Енді пен, мен шылауын және сөзімен ауыстырып қараймыз. Үйрек және аққу жүзіп жүр. Арман және Гүлсім бір сыныпта оқиды. Бұл жерде сөйлемнің мағынасы өзгерген жоқ, сондықтан бұл шылау болғаны. Егер және сөзімен ауыстыруға келмесе, олар қосымша болады. Мысалы, інім үйрекпен ойнап жүр, Гүлсім арманмен бірге келеді. Және сөзімен ауыстырып қараймыз. Інім үйрек және ойнап жүр, Гүлсім арман және бірге келеді. Сөйлемнің мағынасы өзгеріп кетті. Бір-бірімен сөздер байланысып тұрған жоқ. Сондықтан бұл жерде пен, мен сөздері шылау емес, қосымша болған. Үйрекпен, немен? Үйрекпен. Бұл жерде қай септіктің жалғауы? Бұл жерде көмектес септіктің жалғауы. Арманмен, кіммен? Бұл жерде де сол көмектес септіктің жалғауы болады. Келесі шылауларымыз да, де, та, де тұлғалары алдындағы сөзбен біріккенде кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап берсе, олар қосымша болады екен. Мысалы, менде ағылшынша сөздік бар. Бүркіт таста отыр. Түлкі торда тұр. Бұл жерде менде, кімде, менде ағылшынша сөздік бар. Бүркіт таста отыр. Бүркіт неде отыр? Таста отыр. Түлкі қайда тұр? Түлкі торда тұр. Не бұл жерде сұраққа жауап беріп тұр, сондықтан ол қосымша болады. Егер сөздер кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап бермесе, олар шылау болады екен. Мысалы, мен де шет тілді үйреніп жүрмін. Тас та қатты заттарға жатады. Бүркіт те, түлкі де жабайы жануарлар. Келесі шылауларымыз маме, бабе, папе. Егер сөздің сұрақ мағынасында екен анықталса, онда олар шылаулар болады да бөлек жазылады. Одан соң сұрақ белгісі қойылады екен. Мысалы, жазда ауылға барасың ба? Бүгін сабағыңды оқыдың ба? Оқымадың ба? Маме, бабе, папе сұрау мағынасында болмаса, олар қосымша болады да бірге жазылады. Мысалы, өзіңнен кішілерді ренжітпе, аққуды атпа. Не бұл жерде бірігіп жазылып тұр. Ой берілген бөлікті тауып мәтінге ат қоямыз.
Дұрыс айтасыңдар, мәтінге көкесі мен баласы туралы деп ат қоюға болады. Шыңғыстың арманы туралы айтылған екен. Дұрыс айтасыздар балалар. Жарайсыздар, келесі жаттығуымызға көшеміз. 113-ші беттегі 21-ші жаттығу. Өлеңді оқып шығамыз. Барлығы Қазақстаным деген өлеңнің тақырыбы. Өлеңді жаттап алып, жатқа жазамыз. Жазып болған соң шылаулардың астын сызып, олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын айтасыздар. Сіздер балалар, осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Үй жұмысы 114-ші беттегі 25-ші жаттығу. Туралы, дейін, шейін шылауларымен сөйлем құрап жазамыз. Осы үй жұмысы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңыз үшін рахмет.